жүзімнің пайдалы қасиеттері ежелгі Мысырда белгілі болған. Содан бері жүзім тек қана дәмділігімен ғана емес, емдік қасиеттерімен де әлемге танылды. Әсіресе жүзімнің көптеген дертке дауа екеніне ешкімнің күмәні жоқ. Сонымен жүзім туралы не білеміз? Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Құрамындағы пайдалы заттарға келер болсақ, жүзімде көптеген дәрумендер мен микроэлементтер бар. Ақ жүзімде темір мол және жүзім сүйегі мен қабығында кездесетін қою қара немесе қызыл түсті ресвератор антиоксиданты күштің қалыпқа келуіне көмектеседі. Ол Е дәруменінен де мықтырақ. Одан бөлек жүзімде кальций, калий, магний, фосфор, сондай-ақ А, С және В6 дәрумендері бар. Емге пайдалануы. Жүзім қандай дертке дауа болады? Онкологиялық аурулардың алдын алады. Жүрекке жақсы әсер етеді. Тамырларды қатайтады. Қанның ұюының алдын алады. Жүзімні қаны қою адамдарға ұсынған жөн. Өйткені ол аспирин секілді қанды таратып, жүрек жұмысын жеңілдетеді. Күн сайын жүзім шырынын ішсеңіз, бас сақинасының алдын алады. Асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейді. Қант диабетін емдеуге қолданылады. Астма бар адамдар үшін пайдалы. Адам терісін балғын әрі жас болуына ықпал етеді. Жүзім қартаю процесіне қарсы, яғни ағзаны жасартады. Жүзім шырынын ағзадағы шлактардан арылу үшін пайдаланылады. Жүзімнің қабығында орналасқан пигменттер иммунитетті нығайтады. Сол себепті қою түсті жүзім пайдалырақ болып есептеледі. Егер адам күн сайын бір стакан жүзім шырынын ішіп, бір үзім жүзім жесе, оған қандай да бір жұқпалы аурулардың белгісі дарымайды. Қазіргі медицинада қолданылуы түрлі фармацевтикалық компаниялар жүзімді БАД өнімдерінен бұрыннан қолданып келеді. Олардың құрамында жүзім экстрактысы кіріседі. Әсіресе жүзімнің сүйегі мен қабығы жоғары бағаланады. Мәселен, ұсақталған жүзім қабығы мен сүйегінен жүрекке арналған ұнтақ және көптеген сергітетін дәрі-дәрмектер дайындалады. Косметологияда қолданылуы ертеден бері жүзім сұлулық үшін пайдаланылады. Қазір кез келген косметикалық фирмадан құрамында жүзім кездесетін өнім таба аласыз. Бұл негізінен бетке арналған кремдер. Бұл кремдердің құрамында антиоксиданттар өнімдер көп. Алайда жүзімнің көмегімен косметикалық өнімді үйде дайындауға болатынын да ұмытпаңыз. Жүзімнің ұлпасынан беттің майлылығын қалыпқа келтіріп, бетті сергектендіре түсетін маскалар жасауға болады. Бұл күндері целлюлитке қарсы өнімдер жүзім белсенді қолданыла бастайды. Соңғы зерттеулердің нәтижесінде жүзімнің еркектерге белсіздіктен арылуға көмектесетіні дәлелденді. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды.